Жалпы бірқатар адамдар атом электр станциясының қауіпі жөнінде айтып жатады. Бірақ әлемде көптеген елдер осы атом энергетикасын қуатын пайдаланады. Мысалы үшін Франция бүкіл электр энергиясының 72% атом электр станциясына өндіреді. Күніне бірнеше жер сілкіну тіркелетін Жапонияда электр энергиясының 40%-ден астамы сол атом электр станцияларын өндіреді. Бұл сияқты әлемдегі ең дамыған ел Америка Құрама Штаттарының өзінде де жылына кейде бірнеше энергоблок қосылып жатады. Сондықтан сол бір екіншіден мынау әлемде көптеген елдер қазір атом электр станциясын салып жатыр. Оның ішінде жапондық, немістік, американдық, Россияның тағы басқа технологиялары бар. Барлығының принцип бір болғанмен технология әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ енді әлемдік рынокқа шығу үшін олар коммерциялық көзбен қарағанда неғұрлым технологиясын сенімді қылуға тырысады. Конкуренция ғой. Сондықтан жылдан жылға атом электр станцияларының сенімділігі, беріктігі артып келе жатыр. Сондықтан қалай болғанда да атом электр станциясын салу Қазақстан үшін қажет. 2060 жылы бүкіл әлемде көмірмен жағылатын, мазутпен жағылатын электр станциялар тоқтау керек. Егер тоқтамайтын, тоқтатпай жұмыс жасай беретін болса, ол елге салынатын айыппұл аса көп болып шығады. Сондықтан ал енді су электр станциясы ең тиімдісі, бірақ таудан ағатын өзендер өзінің мүмкіндіктерін жасап болды. Газ да шектеулі емес. Мынау күн және жел электр станциялары да, олардың да мына пайда әсер коэффициенті дейді ғой, аса жоғары емес. Әрине олар да дамып келе жатыр. Сондықтан келесі бір бағыт бұл атом қуатын пайдалану жүзеге асыру қажет болады әлемге. Мынау оның үстіне Қазақстанда уран рудасын өндіру және оны шетелге сату жөнінде әлемге бірінші орынға шықты. Сондықтан енді қауіпті деп отыра бермей, қалай болғанда да әлемдік технологиялық дамудың көшіне ілесу қажет. Бұл үшін де, осы үшін де барлық техникалық қауіпсіздік сақтай отырып, әрине салу керек. Әрине енді халық келісетін болса, ол келісу керек деп ойлаймын мен. Осындай жағдайда енді қай елдің технологиясын пайдаланып салу керек. Бұл жөнінде үкімет құрған комиссияның құрамына мынау бейтарап сарапшылар, сосын жақсы экологтар, қарсыластар мен жақтастар кіріп, әбден технологияны талқылап барып таңдап салу қажет.